ойнайтын ойындары. Roblox, Minecraft деген ойындардың жақсы білем. обороттары 5-3 миллиард ақш долларына дейін. Бұл өте объемды ойындар. Ол жерде бір деңгейге жету үшін сізге айтады, сіз 1000 теңге төлеңіз, сізге жаңа қару береміз дейді. 2000 теңге төлесеңіз, сіздің 3-4 мысалы деңгей артық өтесіз дейді. 120 мыңдық қылыштар бар ішінде. 120 мыңдық қылыштар, миллион теңгелік қылыштар бар. Оған жайлап бала содан бастайды. Содан ата-анасының карточкасын алып пайдаланады. Ата-анасы оны көрмейді. Көбінде ол қызметтер, мен сізге айтайын, бір қағаз сатып алдым деген сияқты қылмыстық жоқ. Ол қызметтер ол жерде сізге көрсете беруі мүмкін, Robloxқа төледіңіз деп. Бірақ салық органдары оны бір сіз мысалы бір қағаз сатып алдыңыз, болмаса бір парикмахердің қызметін алдыңыз деген сияқты көлеңкелі экономика арқылы тіркелмеудің амалынан солай өткізіп отыр. Енді онда қазір дайындап жатырмыз. Шектеу мәселесі бойынша жаңағындай әртүрлі деңгейлерін өту. Бұл мәселені біз енді пысықтаймыз, бұйырса. Оған да келеміз деген ойдамын. Сізбен біз білмеуіміз мүмкін, бірақ бүкіл әлемде қайдан лудомандар пайда болады? Балалардың ойнайтын ойындары. Roblox, Minecraft деген ойындардың жақсы білем. обороттары 5-3 миллиард ақш долларына дейін. Бұл өте объемды ойындар. Ол жерде бір деңгейге жету үшін сізге айтады, сіз 1000 теңге төлеңіз, сізге жаңа қару береміз дейді. 2000 теңге төлесеңіз, сіздің 3-4 мысалы деңгей артық өтесіз дейді. 120 мыңдық қылыштар бар ішінде. 120 мыңдық қылыштар, миллион теңгелік қылыштар бар. Оған жайлап бала содан бастайды. Содан ата-анасының карточкасын алып пайдаланады. Ата-анасы оны көрмейді. Көбінде ол қызметтер, мен сізге айтайын, бір қағаз сатып алдым деген сияқты қылмыстық жоқ. Ол қызметтер ол жерде сізге көрсете беруі мүмкін, Robloxқа төледіңіз деп. Бірақ салық органдары оны бір сіз мысалы бір қағаз сатып алдыңыз, болмаса бір парикмахердің қызметін алдыңыз деген сияқты көлеңкелі экономика арқылы тіркелмеудің амалынан солай өткізіп отырады. Енді онда қазір дайындап жатырмыз. Шектеу мәселесі бойынша жаңағындай әртүрлі деңгейлерін өту. Бұл мәселені біз енді пысықтаймыз, бұйырса. Оған да келеміз деген ойдамын. Сізбен біз білмеуіміз мүмкін, бірақ бүкіл әлемде қайдан